Кешір қадірлі көрермен, тікелей эфирде Астана Таймс студияда мен Қасымхан Талғатұлы және Сурда аудармада әріптесім Айдана Өтегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Аяқ астынан ажал құшты. Египетке саяхаттап барған әйелдің үстіне әуежайдағы ауыр жарнама экраны құлаған. Тағы зардап шеккендер бар. Егеу құйрық өріп жүр. Қарағандыда зиянкес кәріз құбырлар арқылы пәтерлерге кіре бастады. Шошыған тұрғындар дабыл қағуда. Мен Айжан Қуаш мәселенің мән-жайын толық айтамын. Зеленский Трампқа хат жолдады. Украина ақшқа қандай ұсыныс айтты? Египеттің Шарм-эль-Шейх әуежайында жарнама экраны құлап, қазақстандық турист қаза тапты. Марқұм Ақмарал Мұқанова баласымен жүрген қайғылы жағдай ұлы ұялы телефон қуат көзіне қоспақ болып кеткенде болған. 22-дегі ұлы мен жақындары енді оның мәйітін туған қаласы Ақтөбеге жеткізу үшін көмек сұрауда. Демалып келем, потому что мен көп ауырып кеттім деп, өткенде апрельде ғана кездестік екеуміз Астанада. Тездетіп елге жеткізу, потому что 3 күннен кейін өздеріңіз білесіз. Ол моргта ұстағанмен 3 күннен кейін не болып кетеді? 3-4 күн, 5 күн ұстайды, оны бер қарай әкеледі, оны үйге апарады. Сонда не болады, білмеймін мен. Әуежайда Қазақстанның тағы 2 азаматы жеңіл жарақат алған, оларға медициналық көмек көрсетілді. Оқыс оқиға бойынша қазір полиция тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Іс елшіліктің ерекше бақылауында. Мысыр тарапы Қазақстан азаматының қайғылы қаза болуына байланысты шын көңілден көңіл айтады. Мысырдың азаматтық авиация министрі бұл оқиғаны жеке бақылауына алып, дереу оқиға орнына арнайы комиссия жіберді. Қазіргі уақытта оқиға орнында тергеу амалдары жүргізілуде. Алматыда мейрамханалардың бірінде атыс болып, 1 адам жарақат алды. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше 2 таныс жанжалдасып, ақырында біреуі суық қару қолданған. 35 жастағы ер адам жәбірленушінің аяғына оқ атқан. Ұрыс керіске не себеп болғаны әзірге белгісіз. Павлодар тұрғыны балконнан құлап көз жұмды. Оқыс оқиға Малайсары көшесіндегі көп қабатты үйлердің бірінде болған. Марқұм алған жарақатынан сол жерде жан тапсырған. Ал оның қалай құлағаны белгісіз, полиция істің мән-жайын анықтап жатыр. Малайсары Батыр 2 көшесіндегі үйдің ауласында ер адамның өлі денесін табу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Себептері мен жағдайлары анықталуда. Павлодарда жол апатынан 5 бала зардап шекті. Жол көлік оқиғасы Павлодар-Семей тас жолында болған. 2 бірдей жеңіл көлік соқтығысқан, салдарынан көлік ішіндегі балалар мен ата-аналары жарақат алған. Олар ауруханаға жеткізілді. 4 бала дәрігер қарауынан кейін амбулаториялық емдеуге жіберілді. Біреуі ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлер бүлдіршіннің жағдайы жақсы екенін айтты. Қылқындырып күш көрсетті. Атырауда ата-анамнан қорлық көрдім деген 19 жастағы қыз үйдегілеріне айтпай үссіз кетіп қалған. Қызын таңға таяу таппай қалған туыстары полицияға хабарлап жан-жақтан іздеуді бастады. Әлеуметтік желіде көпшілік мұны сансаққа жүгіртіп әлек. Бірі бойжеткенді тұрмыс құрып кетті деп болжаса, енді бірі қаладағы самсаған бейне камералар арқылы тезірек табылуына тілеулес болып жатыр. Бірақ көп ұзамай қыз баланың өзі әлеуметтік желіге дін аман екенін хабарлап, бейне үндеу жолдады. Айтуынша, анасы мен өгей әкесінің күш көрсеткеніне шыдай алмаған. Осылайша басқа қалаға кетуге мәжбүр болғанын айтады. Қазір полиция бойжеткеннің сөзінің растығын тексеріп жатыр. Мен ешкімге айтпай, өзім үйден шығып кеттім. Себебі анам маған күш көрсетіп, ұрып, соққан болатын, қылғындырған болатын. Мен ол нәрсеге шыдамай, таңғы сағат 4:30-да үйден шығып кеттім. Сендердің комментарийға жазып жатқандарың мүлдем шындыққа жанаспайды, себебі мені ешкім ұрлаған жоқ, ешкім алып кеткен жоқ. Бұл менің өзімнің таңдауым. Хабарлама бойынша жедел іздестіру шаралары жүргізіліп, азаматшаның Атырау қаласынан басқа қалаға бет алғаны анықталды. Сондай-ақ кейін әлеуметтік желіде азаматшаның өзінің жоғалмағандығы туралы және өз еркімен өзге қалаға кеткендігі туралы бейне жазбалары жарияланды. Қазіргі таңда оның жарияланымдарына қатысты тексеру жұмыстары жалғасуда. Ал іздестіру жұмыстары тоқтатылды.
Қызылордада Ан-2 ұшағы шұғыл қонды, алайда қайда, қандай жағдайда қонғаны белгісіз болды. Күшті құрылымдар ұшақты 8 сағат іздеп Сырдария ауданы Тереңөзек кентіне жақын далалық жерден тапқан. Жедел әрекет еткен пилот ұшақты сәтті қондырған көрінеді. Бортта 3 адам болған, олар таң Құмкөл бағытына бет алған, абырой болғанда борттағылар дін аман. Іздестіруші тұлғалар барлығы аман есен табылып, аудан орталығына жеткізілді. Медициналық көмек қажет етілмейді. Бұл іздестіру барысында кедергілердің бірі байланыстың жоқтығы, жолдың жоқтығы, сонымен қатар қыс көктемгі мезгілде жауған қар жаңбырдың әсерінен жиналған көлшік салшық сулар. Енді жаһаннан бірер ақпар. Зеленский мен Путин жақын арада жеке кездесуі мүмкін. Бұл туралы Стамбулда өткен қос ел өкілдерінің келіссөздерінде белгілі болды. Оның үстіне екі ел 1000 тұтқыннан босатады. Израиль Газа секторын толық басып алмақ. Бұл операцияның бірінші күні-ақ 102 адам қаза тапқан. Трамп болса Газа секторын азат етпек. Бұл туралы ақш президенті ресми мәлімдеді. Ватиканда тұңғыш америкалық Рим папасы таққа отырды. Лео 14-ші бірқатар ел басшылары мен кездесіп үлгерді. Алдыңғы ақш президенті Джо Байден қатерлі ісікке шалдықты. Шартараптағы соңғы жаңалықтарды Ергелді Тілеуқұл шолып шықты. Стамбулдағы келіссөздерде нәтиже аз. Бұл туралы бірқатар мемлекет басшысы мәлімдеді. Бірақ тараптар құр қол қайтпайық деп 1000 тұтқыннан босатуға келісті. Оның үстіне Зеленский мен Трамптың жеке кездесуі туралы уағдаласты. Бүгін қол жеткізген уағдаластықтарымыз соңына жету керек. Ол үшін Ресейге қысым арта беруі тиіс. Бірақ екі мемлекет басшылары жеке кездесу өткізсе, бұдан да көп мәселе шешімін табар еді. Өйткені тек Путин шешім қабылдайтынын барлығымыз білеміз. Сондықтан келіссөздер тек жоғары деңгейде болған жөн. Израиль Газа секторына соққысын қайта бастады. Бірінші күні-ақ әуе шабуылдарынан 102 бейбіт тұрғын қаза тапқан. Жуырда бұнан да сорақы басталмақ. Секторға әскер кіргізіледі. Израиль аумақты толық бақылауына алуды көздеп отыр. Бірақ ақш президенті Трамп бұнымен келіспейді. Өзінің таяу шығыстағы турнесінің қорытындысында Трамп Газа секторын толыққанда азат етемін деді. Газа секторы көп жылдар бойы өлім мен аласапыран мекені болып келді. Бірақ менің осы аумаққа қатысты жеке концепциям бар. Ол тікелей ақш араласып, Газа секторын азаттық аумақ ету. Жаңа Рим папасы бітімгершілікпен айналыспақ. Америкадан тарихта тұңғыш рет сайланған понтифик Роберт Прева Ватикандағы таққа отырды. Салтанатты рәсімге Украина президенті Владимир Зеленский, ақш вице-президенті Джей Венс және тағы бірқатар мемлекет басшылар қатысты. Ал Рим папасы өзінің алғашқы ресми сөзінде өзінің соғысты тоқтату ниетінде жасырмады. Түркиядағы келіссөздерден көп үміт күттік, бірақ ауыз толтырып айтарлықтай нәтиже болмады. Мен Украина халқының көрген қайғы қасіретін бір сәтке де ұмытқан жоқпын. Сондықтан қажет болса Ватиканды келіссөз алаңына айналдырып, өзінде қатысуға дайынмын. ақштың алдыңғы президенті Джо Байден қатерлі ісікке шалдықты. Байденнің ресми өкілдерінің хабарлауынша дерт дендеп барады. Бірақ дәрігерлер емдеуге болатынын айтып, жабырқағандарды бір жадыратты. Ергет Тілеуқұл, Астана Таймс. Мәжіліс төрағасы Бішкекте өткен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы парламенттік ассамблеясы кеңесінің отырысына қатысты. Ерлан Қошанов іс-шара басталар алдында Қырғызстан президенті Садыр Жапаровтың қабылдауында болды. Ал кеңес отырысында әріптестерінің назарын синтетикалық есірткі мен интернет алаяқтықтың етек жайғанына назар аударды. Ол мұндай жаһанды қауіп-қатерлерге қарсы заңнамалық тосқауыл қою үшін күш біріктіруге шақырды. Себебі миллиондаған адам осы қылмыстың құрбанына айналды. Ал ұйымдастырушылар көбіне шетелден әрекет етеді. Сондай-ақ мәжіліс төрағасы Ауғанстандағы жағдайды үнемі назарда ұстауға шақырды. Елдегі өзекті гуманитарлық мәселелерді шешу үшін бірлесіп жұмыс істеуді ұсынды. Іс-шара аясында парламент делегацияларының басшылары Бішкектегі Жеңіс монументіндегі мәңгілік алауға гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысты. Бүгінде біздің елдеріміз трансұлттық қауіп-қатерлермен бетпе-бет келуде. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы парламенттік ассамблеясы синтетикалық есірткі мен киберқылмысқа қарсы іс-әрекет саласында ортақ құқықтық кеңістік құруға ықпал ете алады. Қазақстан депутаттары осы жұмысқа белсене атсалысуға дайын. Бұл мәселелерде бізде бұрыннан қалыптасқан құқықтық тәжірибе бар. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы бойынша есірткі қылмыстарына қатысты жауапкершілік заңнамалық тұрғыда едәуір күшейтілді. Биылға парламенттік сессияның соңына дейін интернет алаяқтығы үшін де жауапкершілікті заң жүзінде қатаңдатуды жоспарлап отырмыз.
Елде халық қана емес, мемлекетте қарызға батқан. Былтыр берешек көбейіп 2023 жылмен салыстырғанда 17%-ке артты. Тиімсіз жұмсалған теңгелер туралы жақ ашудың өзі қиын. Оңды солда шашылған ақша 2 есе өскен. Бюджетке түскен қаражатпен де мақтана алмаймыз. Өткен жылмен салыстырғанда 1 триллион азайды. Сорақсы сол, Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында Қазақстанның ғана кірісі өспеген. 2024 жыл өңдеу өнеркәсібінің көлемі 5,4% өссе де 2020 жылмен салыстырғанда одан түскен салық түсімдерінің төмендеуі үрдіс орын алды. Сонымен қатар республикалық бюджетке қосымша түсім ретінде мәлімделген 898 миллиард теңгенің 70%-ы салықтық және кедендік әкімшілендіру нәтижелері жатпайтыны анықталып отыр. Былтыр бюджеттен 92 миллиард теңге игерілмей қалыпты. Нақтырақ қаржы, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау көлік министрлігі жұмысты тиімді атқара алмаған. Бұдан бөлек бюджет көлемі жеткіліксіз, әлі күнге дейін ұлттық қорға қол жайып отыр. Осы тұста 2024 жылдың ішінде бюджет 12 рет түзелгенін айта кеткен жөн. Мұндай жағдайдың бұрын соңды болмаған ескерсек, бұл жоспарлау сапасының төмен екенін көрсетеді. Дефицит көлемі едәуір үлкен, ол жылдан жылға өсіп жатыр, және бюджет кірісі есебінен без ұлттық қордан берілетін трансферт есебінен жабуға алып келуді. Екіншіден, мемлекеттік қарыз мөлшері ұлғаюда. 2024 жылда да солай болды. Қарағандыда егеу құйрық қаптады. Зиянкестер аулада өріп жүр, тіпті кәріз құбырлары арқылы пәтерлерге кіре бастаған. Бұл жағдайдан кейін 1-8 көп қабатты үйдің тұрғындары жергілікті әкімдіктен көмек сұрады. Унитаздан шыққан егеу құйрықты Сәуле Дүйсенбаеваның ұлы түсіріп алған. Ас үйдегі тықырды естіп келгенде алдынан шығыпты. Зиянкестің үйге қалай кіргенін ешкім білмейді. Она выходит из туалета. Егеу құйрық дәретханадан шыққан, жарты күн бойы қақпағын жауып қойды. Қашсақ, жоқ екен. Кәріз құбырларында олар өріп жүр деген сөз. Сіз қайда қарап отыр? Эпидемия болғанын күтіп отыр ма? Жұрттың айтуынша Астана тұрғын үй кешеніндегі 8 көп қабатты үйде егеу құйрық қаптап кеткен. Балалар алаңы, аула, аялдама, қоқыстап барлық жерде өріп жүр. Көптігі сонша біздің операторымыз да оны видеоға түсіріп алды. Осы дворда жүгіріп бара жатқанын көрдім. Одан кейін остановкаға кетіп бара жатсаң алдына қиып өтті. Бізді КСК аси деген жоқ. Біз ақша жинап жатырмыз. Каждый подъезд 45 мың жинау керек деп, соны жинап жатырмыз. Аялдамамен екі ортадан бір жер астында бір не бар? Қалған бұрыннан. Сол жерде жаңағылардың как ұясы ма қаптаған. Бұл енді өте қауіпті дүние. Өте зиянкес. Бұл ауру таратуы мүмкін. Балалардан қорқып, қазір елдер балаларын шығарамайды. Өйткені мына жерге қаптап кетті. Мына жерде балабақша бар, мына жерде мектеп бар, мына жерде супермаркет аян бар. Осының бәріне келді. Амалы таусылған жұрт жергілікті әкімдіктен көмек сұрады. Шенеуніктердің айтуынша тұрғындардың сұрауымен жуықта зиянкестер дулаған. Алайда нәтижесі шамалы сияқты. Дератизация шаралары қолданды тағы да. Өйткені көктем кезінде ол шаралар қолданған, өз жылына 2 рет қолданып, көктем күзде. Қазіргі маусым ол жаңағы табиғаттың заңы осы. Көбейетін уақытта сол кезде өздері жүгірістер көп бола бастайды. Жергілікті әкімдік өкілі егеу құйрықтарды тағы да улайтынын жеткізді. Ал тұрғындар жекеменшік компания жалдап, үйлерінде зарарсыздандырмақшы. Қалада 1700-ден астам көп қабатты үй бар, оның 10%-ын ғана әкімдік улайды. Ал қалғандарына жеке пәтер иелерінің ұйымдары жауап береді. Бұл мекемелер зиянкестермен күресті қалай жүргізеді, ол жағы белгісіз. Айжан Қуаш, Жанайдар Ақымжанов, Астана Таймс, Қарағандыдан. Қазақстанда филиппиндік бала күтушілер көбейген, ата әже тәрбиесіне сүйенген қазақ қоғамы енді неге өзгелердің көмегіне жүгініп жүр? Бұл тек тілге байланысты ма, әлде мәселеге тереңдеме? Толығырақ тілшіміз Назерке Алтынбектің материалында. Қазақстандық отбасылар филиппиндік тәрбиешілерді еңбекқорлығы, сыпайылығы және ең бастысы ағылшын тілінде еркін сөйлеген үшін таңдайды. Сонымен қатар олардың икемді жұмыс кестесі және балаға деген ерекше мейірімі назардан тыс қалмайды. Елімізде мұндай қызмет ұсынатын компаниялар саны артқан. Мәселен, тек бір мекеменің өзінде 150 филиппин азаматшасы жұмыс істейді. Ата-аналар олармен арнайы келісім шартқа отырып қызметіне жүгінеді. Компания өкілдерінің айтуынша филиппиндік күтушілерге елдің барлық аймақтарынан сұраныс жоғары. Әсіресе Астана мен Алматы көш басында тұр. Статистика бойынша 100-ден егерде 2020 жылы 20-30% болса, қазір 80-90%.
именно Филиппин жаңа азаматтары артып келеді. Тек қана тәрбиеші емес, бұл 3 маманды алып келеді. Үй ішінде олар бірде тәрбиеші болады, екіншіде жаңа репетитор болады, жаңа балаға ағылшын тілін үйретеді, және де 3 үй қызметкері. Ал Филиппин тәрбиешісі қазақ отбасымен жұмыс істеу өзіне ұнайтынын жасырмады. Мен Қазақстанды таңдаған себебім мұндағы халықтың мейірімділігі мен қонақжайлығы. Қазақтар ел жанды, отбасына жақын. Сонымен қатар жалақысы да басқа елдермен салыстырғанда жақсы. Әрине, кей балалар өте ерке, бірақ ең қызығы олар қателессе шын жүректен кешірім сұрауды біледі. Бұл үлкен мәдениеттің белгісі. Кей ата-аналар шетелдік күтушінің бөтен мәдениеттен болғанымен баламен тіл табысып отбасының бір мүшесіне айнала алатынын айтады. Филиппинскую няню мы выбрали. Басында әйелім айтқанда қарсы болғаным рас. Бөтен ұлттың адамына баламды тапсыруға жүрексіндім, бірақ уақыт өте келе көзқарасым өзгерді. Маған қазір өте ұнайды. Әсіресе балам ағылшын тілін тез меңгеріп жатыр. Тағы бір жақсысы, күтуші үйдегі артық әңгімелерді, құпияларды түсінбейді. Бұл да бір тыныштық береді. Алайда ұлттық тәрбиенің орны бөлек, қандай мейірімді күтуші болса да баланың бойына қазақы мінез, ұлттық рух пен салт дәстүрді тек өз ата-анасы бере алады. Ұрпағына тіл үйретіп қоймай, тарихын, тегін, тамырын танытқысы келетін әрбір ата-ана бұл тепе-теңдікті өзі бағамдауы тиіс. Бұл жерде бірақ енді бұның бәрін осы Филиппиннен келген жаңағы осындай азаматтар бар екен, азаматшылар бар екен деп жаңағы бүкіл тәрбиені беріп қоюға болмайды. Сондықтан енді өз аналардың өздері балаларына айналысу керек, балаларын тәрбиелеу керек. Әр ананың беретін бір Филиппин болсын, басқа да баласына қарайтын адам болсын, бере алмайды. Қазақы тәрбие мен заманауи мүмкіндіктер қақтығыспауы керек. Екеуін үйлестіре білсек, ұтылмаспыз, бәлкім. Назерке Алтынбек, Олег Федоров, Астана Таймс. Астанада ұлттық музей орталығында 3-ші Қазақстан музей конгресі басталды. Шара Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Түрксой түркі мәдениетінің халықаралық ұйымының қолдауымен өтіп жатыр. Оған Беларусь, Қырғызстан, Молдова, Өзбекстан, Ресей, Солтүстік Кипр, Түркия, Түркменстан, реставраторлар мен музей ісінің мамандары мен ғылым мен мәдениет саласындағы жетекші сарапшылар мен зерттеушілер шақырылған. Мақсат тарихи мәдени мұраны сақтау және насихаттау мәселелері бойынша ғылым, мәдениет және музей ісі өкілдері арасында теориялық және практикалық тәжірибе алмасуға арналған кәсіби алаң құру. Біз осы реставрация, консервация мәселелеріне арнайы жаңағы өте маңызды сұрақтарды көтереміз, оның шешімін табу жолдарын қарастырамыз және болашақта үлкен жаңағы жоспарлар мен перспективаларды талқылаймыз. Жамбылдық кітапханашылар зағип жандардың кітап оқу үшін тың тәсіл ойлап тапты. Өңірде 700-ден астам көру қабілеті бұзылған оқырман бар. Жаңа бастаманы мамандар Рухани қазына республикалық фестиваліне ұсынған. Қолдау тапса ауқымын кеңейтуді көздеп отыр. Рухани қазынаға ерекше алып келген жобамыз біздің 4 форматты инклюзивті кітабымыз. Бірінші беті жай пақ баспалы қаріптегі парақ болса, екінші парағы зағиптарға арналған брайль қарпіндегі парағы. Үшінші парағы рельефті графикалық суретті дейді ғой. Сезіну арқылы 4-ші форматы аудиостудияда таспалап шығарған аудио кітаптары. Тың жоба әзірлеген қызметкерлер мен өзгеде руханият жанашырлары елордада бас қосты. Форумға әр өңірден 1000-ға жуық маман келді. Шара мәдениет және өнер қайраткерлерінің кәсіби мерекесіне орай 3 күнге жоспарланған. Бұл тек қана кітапхана саласы емес, музей саласы, музыка саласы, театр саласы, архив саласы бүкіл қызметкерлерге қатысты. Дәстүрге айналған рухани қазына республикалық фестивальде өтіп жатыр. Сол фестивальдің қатысушылары да осы кітапхананың ішінде. Алматыда ерекше қажеттіліктері бар балаларға цифрлық қауіпсіздікті үйрету мақсатында арнайы оқыту карталар мен компьютерлер табысталды. Бұл бастама Аманат партиясының жастар рухы, жастар қанаты мен Касперский компаниясының бірлескен жобасы аясында жүзеге асырылды. Цифрлық қоғам азаматтардың цифрлық сауаттылығын арттыруға бағытталған ауқымды партиялық жоба. Оның шеңберінде балалар, зейнеткерлер және мүмкіндігі шектеулі жандар үшін интерактивті курстар мен әдістемелік құралдар дайындалады. Даун синдромы бар балаларға арналған бұл бастама олардың интернеттегі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
бізде 5 аймақта пилоттық режимда жоба жұмысын бастады. Қазір Алматы қаласында біз ерекше балаларға арнайы Касперский компаниясымен карточкаларды ұсындық. Ол цифрлық гигиенаға үйрету бойынша арнайы карточкалар. Себебі қазір енді біреміз алаяқтардың осал тобына жататын ол біздің қария кісілер және кішкентай балалар. Сондықтан да арнайы осындай карточкалар ұсынылды. Астаналық ардагерлер сахнаға шықты. Ардагерлер көктем атты фестивальге қатысқан қариялар түрлі жанрда өнер көрсетті. Мәдени шара жеңістің 80 және Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына арналды. Өнер фестивалінің өтуіне Астана қаласының әкімдігі мұрындық болды. 200-ге тарта зейнеткер өнер көрсеткен фестиваль шығармашылық ұжымдардың шеберліктерін жетілдіруге арналды. Шара арқылы аға буын өкілдері жастарға белсенді өмірді насихаттады. Бұл фестивальді біз 80 жылдық ұлы жеңіс мерейтойына, ұлы жеңіске арнадық. Фестивальдің сол бағдарламасында да сол жеңіске арналған номерлер бар. Сондықтан бүгін бір сәтті күн болып отыр. Қариялардың сахналанған шығармалары бір-біріне ұқсамады, әр топтың өзіндік ерекшелігі болды. Қазір бізде қара кемпір әнін жоқтау жанрына түсіріп, соны театрлап, сол бетінде қазір көрсетуге тырысамыз. Жоқтау жанрына түсіріп, қара кемпір әнін ешкім әлі айтқан емес, біз бүгін бірінші рет айтамыз. Өте көңілді күймен келіп жатырмыз. Өмірімізді, жастығымызды кішкене жалғастыруға осындай шаралар өте керек деп ойлаймын. Өмір деген тез өтеді, жаспыз деп жүргенбіз, міне зейнет жасына да келіп қалдық. Қалың көрерменге өнерін паш еткен зейнеткерлердің ешқайсысы марапатсыз қалмады. Барлық шығармашылық ұжым түрлі номинацияларға ие болды. Динара Жақсыбайқызы, Алмас Шулыбаев, Астана Таймс. Қымбатты көрермен, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Әр шаңырақтың төрінде Астана телеарнасы қосылу болсын. Аман сау болыңыздар.